Қазір Жамбыл облысының тұрғыны Исламбек Дастанға кезек берейік. Белсенді азамат облыс аудандарын аралап, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жағдайын бақылап жүр. Сөздің шыны керек, бізде аталған орталықтардың кемшілігі айға таңба басқандай анық көрініп тұрады. Ал министрліктегілер ел бірден үстіне қоймайтын заңдар қабылдағанда, халыққа қызмет көрсету орталықтары тіпті үлгермей жатады. Қазір жаңашылдық жоқ емес, бар, бірақ шалғай аудандарға жету жетпеуі екіталай. Исламбек Дастан сапарын Қордайдан бастады. Адам көп. Кеңес беретіндерден менің жалғыз адам, бір адам отыр. Қаншама адам ішінен. Қолдан салған өтіп пе, немесе бұл жаққа үлкейтіп жасау керек пе, мынау жалғыз соның яқа жарамайды ма? Адам көп. Кеңес беретін бірақ адам. Басқа кеңесшілер жоқ сияқты. Қартау қаласы. Мәне сыртқы жағдайы. Тура 95 жылға ремонтталмаған ескі секілді, бірақтан цветтері жаны, аныстары жағдайы шиқы осы шақырады. Ескі ашады екен. Ескі мәне келген адам ашамайды. Кетіп жауып тастаған. Астынан не бүйтіп қадап қойыпты. Мүмкіндігі шектеулі адамдар, коляскамен балалармен келген адамдар кірамасын деген шығар. Кірмей қойсын деген шығар, білеміз. Меркі ауданына келдік. Меркі ауданында халыққа қызмет көрсету орталығы. Бірінші халыққа қызмет көрсету орталығы емес, бірінші преграда орталығы деп айтуға болады. Біріншіден бұл жерден өту үшін былай қарай секіру керек. Секірмесең соңға жамайсың. Оппа! Шопқысы балалар қайтып өтеді екен, міне. Қарап алыңыздар. Андай. Исламбек Дастан, Жамбыл облысынан. Арнайы ұлттық арнасы.